Бауырым 1 минут. Қалай? Томям или 5 мың теңге. Егер томям таңдасаң да Мико кафесіне кіріп жейміз. Мә, саған. 5 минут. Кеттік онда. Томям ба? Томям. Онда кеттік. Сенің кім, брат? Есім Димаш болады. Димаш. Қармаш тұрды я. Ойлашы. Не қодасың? Сорпаш болсын. Қаяқтықсың, брат? Мен ба? Шымкент қо. Шымкент қо тамыр. Пластик, көре салшы, Мико кафесіне тіркелген болсаң, қазір саған 10 мың теңге береміз. Тіркелмепсің, ә? Тіркеліп қойды 5 мың теңге. Қазір тіркелген үшін. Міне. Рахмет үлкен. 2 күн тамақ ішемін ғой. Ұнап жүрген қызың бар ма негізі? Негізінде ма? Иә. Бар ғой. Сол қызыңа звондап, ұнататынды айтсаң, то есть признание жасасаң, мен саған осы 10 мың теңге беремін. Что там? Желание бар ма? Зато 5 минутта 15 мың. 10 мың теңге? Иә. Жизнь часто ставит нас перед выбором. Көрейік. Все, кеттік ал. Көрейік. Спасибо. Ау. Қалайсың? Раушан? Все нормально. Сам как? Жақсы не істейсің? Сол изақтап жүрген. Короче, Раушан, бірдеңе айтқым келіп отыр саған, сөзің ашық. 1 жылдан бері араласамыз жақсы, дос екенбіз да. И мен осы соңғы уақытта мен саған дос ретінде емес, басқаша көзқараспен қарап жүрмін. Анаң, йогурт! Экран ұстап отырсың ба? Жоқ, шын. Кім экран ұстап отырсың? Ана отырсың. Жоқ, шын деймін. Сенбейсің ба? Валлахи десем. Валлахи. Сен! Давай бүгін киноға барсақ қалай қарайсың? Үйді қаратады, келшеш. Мә. Болды, давай барамыз.